Сәлем баршаңызға, осындай армянский гата дайындаймыз. Алдымен унымызға разрыхлителімізді салып аламыз, араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Қолымызбен жақсылап үгітілмелі масса дайындап аламыз. Массамыз осындай болып шығу керек, видеодағындай. Сосын қамырымызға бір жұмыртқаны саламыз. 250 грамм қаймақ немесе үйдің айранында болады. Салып қамыр илейміз. Бізде осындай не жұмсақ емес, не қатты емес қамыр шығады. Сосын екіге бөліп аламыз. Начинкамызды дайындау үшін грек жаңғағын жақсылап блендермен езіп аламыз, немесе қолдарыңызбен жақсылап майдалап алсаңыздар да болады. Сосын оған құмшекерімізді салып жақсылап араластырамыз. Начинкамыз осымен дайын. Енді бірінші қамырымызды алып, жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыз өте нәзік, тез жайылатын болады. Міне қамырымыз дайын. Енді начинкамыздың жартысын жайып салып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп, жақсылап саламыз. Енді қамырымызды жақсылап орап шығамыз. Не дайын, енді сәл-сәл жайып аламыз. Бетіне саруымызды жағып шығамыз. Енді қаласаңыздар бетіне вилкамен узор жасасаңыздар әдемі болып шығады. Қаламасаңыздар керек емес. Енді видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды кесіп шығамыз. Осындай пышақтарыңыз болса, осындаймен кескен дұрыс. Гатамыз әдемі болып шығады. Бұл тәттіміз өте дәмді болып шығады. Начинкасы мен тестісі бір-біріне өте үйлеседі. Үлкендерге өте қатты ұнайды. Енді листімізге салып шығамыз. Пешімізді алдымен қыздырып аламыз. Мендегі әсел пеш. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізді ыңғайына қарайсыздар. Мен 160 градуста жоғарысымен астын қыздырып алып пісірдім. Вақыты жоқ. Вақытын өздеріңіз қарап тұрасыздар. Беті осындай болып шыққанда піскен болады. Тәттілеріміз дайын, дастарханға тартсаңыздар болады. Ас болсын.